Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге перикстің, яғни сутегі асқын тотығының пайдасымен бөлісетін боламын. Сутегі асқын тотығы мүлде қауіпсіз және табиғи антисептик болып табылады. Бұл арзан әрі жоғары әсерлі зат әр адамның дәрі қобдишасында болуы тиіс. Сутегі асқын тотығы ерітіндісінің көмегімен тек жарақаттарды залалсыздандырып қана қоймай, оны дәстүрлі емес мақсаттарда қолдануға болады. Сол үшін бізге 3% сутегі тотығы қолданылады. Оны кез келген дәріханадан оңай таба аласыз. Бірінші, киімдерді ағартады. Жуылған ақ түсті киімдер мен сүлгілерді 1 стакан сутегі асқын тотығы қосылған суда шайып алыңыз. Бұл уақыт өте келе ақ түсті киімдердің сарғайып кетуінен сақтайды. Сондай-ақ кетуі қиын дақтарды да кетіруге көмектеседі. Ол үшін дақ тиген жерге азырақ ерітіндіден жағып қойып, бірнеше минуттан кейін щеткамен ысқылап жуып, салқын сумен шайсаңыз жеткілікті. Екінші, аяқтағы саңырауқұлақты емдейді. Бірдей мөлшерде су мен сутегі тотығын араластырып, күн сайын кешке таман аяқтың зеңді аймақтарына жағып қойыңыз. Үшінші, мойын ауруын басады. Ұзақ уақыт жайсыз қалыпта отыратын адамдар үшін таптырмас құрал. Егер мойныңыз құрысып қалып, мойын бұлшық еттерінде ауырлық сезінсеңіз, орамалды осы ерітіндіге малып, мойныңызға тағып алыңыз. Сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Мұндай компрессті 10-20 минут ұстау керек. Ол мойын бұлшық еттерін қыздырып, ауру сезімін жояды. Төртінші, мұрын бітелуінен қорғайды. Ол үшін 1 ас қасық сутегі асқын тотығы мен 1 ас қасық газдалмаған минералды суды араластырып, спрей ретінде қолданыңыз. Бесінші, ауыз қуысының ауруларын емдейді. Ауыз қуысындағы жара, ауруларды емдеу үшін 10 мг сутегі асқын тотығын аузыңызға құйып 5 минут ұстаңыз. Жұтып қоюға болмайды. Осылайша сіз ауыз қуысын тазалап қана қоймайсыз, тісіңізді де бірнеше тонға ағартып, тіс қағының пайда болуынан да сақтайсыз. Дүкенде сатылатын ауыз қуысын шаюға арналған құралдардың орнына осы ерітіндіні пайдаланған дұрыс. Оны кәдімгі тіс пастасына қосып, араластырып қоюға да болады. Алтыншысы, линзаларды залалсыздандырады. Кейде дәріханадан алатын линзаларды дезинфекциялауға арналған ерітіндінің орнына сутегі асқын тотығын қолдануға болады. Ол линзаға жиналып қалатын заттардың құрамын бұзып, залалсыздандырады. Жетінші, үй жинауды жеңілдетеді. Жоғарыда атап өткен қасиеттерінен-ақ сутегі асқын тотығының микробтарды жоятынын байқаған боларсыз. Оның кішкентай мөлшерін шүберекке сеуіп алсаңыз немесе тазалауға арналған құралға араластырып қойсаңыз, терезе, әйнек, айнаны өте жақсы тазартады. Келесі, тамақ ауруын басады. Тамағыңыз қатты ауырып жатқанда, жарты ас қасық жылы сумен 4-1 ас қасық сутегі асқын тотығын араластырып, жақсылап тамағыңызды шайыңыз. Сутегі асқын тотығы ауру туғызатын бактерияларды жоятындықтан, осылай тамақты шаю, тұмау, жөтелдің де алдын алады. Келесі, құлақты тазалау. 1-2 тамшы сутегі пероксидін жылы сумен араластырыңыз. Құлақ тазалауға арналған таяқшаны ерітіндіге батырып, әдеттегідей құлағыңызды тазалаңыз. Осылайша көп уақыттан бері жиналып қалған құлақты оп-оңай шығаруға болады. Сондықтан да сутегі асқын тотығы дәрі қобдишаңыздан тастамаңыз. Тіс щеткаларын тазалау және стоматологиялық техниканы дезинфекциялауда осы сутегі асқын тотығының көмегі өте зор. Өйткені сарапшылар тіс щеткаларын 3 айда 1 рет немесе суық тигеннен кейін ауырсынуды осы сутегі асқын тотығын пайдалануды ұсынады. Алайда бұл процедура үстеме болуы мүмкін. Өйткені жоғары сапалы щеткалар кем дегенде 2,5-3 мың теңге құрайды және дүкенге барып оларды сатып алуға әрдайым уақыт жете бермейді. Сондықтан барлық микробтарды жою үшін осы щеткаларыңызды сутегі асқын тотығымен дезинфекциялап алсаңыздар болады. Сонымен қатар, күнделікті қолданатын көкөністер мен жемістерді тазартуда осы сутегі асқын тотығымен залалсыздандырсаңыз болады, бірақ та одан кейін міндетті түрде ағын сумен жақсылап шаюды ұмытпаңыз. Ас үйдегі ыдыс жууға арналған губкаларда бактериялардың көп мөлшері кездеседі. Бір түрлі иістің пайда болуын болдырмау және патогендердің көбеюіне жол бермеу үшін оларды сутегі асқын тотығына батырып, содан кейін таза сумен жақсылап шайған жөн. Егер бұл көмектеспесе, ескі губканы жаңасына ауыстыратын кез келген болады. Осымен бүгінгі ақпаратым тамам. Сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Күнделікті сіздермен пайдалы әрекеттермен, пайдалы кеңестермен бөлісіп отыратын боламын.